Қарағандылықтар бокстан 2 дүркін әлем чемпионы Аида Бүкееваны қарсы алды. Қазақстан әйелдер құрамасында 65 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғап жүрген спортшы Ливерпульде өткен чемпионатта қарсыластарын айқын басымдықпен жеңіп, алтын жүлдегер атанды. Батыр қызы туған туысы мен жанкүйерлері әуежайда күтіп алды. Әлем чемпионатында дүние жүзін тағы бір мәрте мойындатып келген батыр қызды жанкүйер қауым ерекше ықыласпен қарсы алды. Бұл жеңіс Аида үшін оңайға түскен жоқ. Қарсыластарының барлығы кілең сайдың тасындай мықтылар. Ол ширек финалда 2020 жылғы Олимпиада чемпионы түркиялық Бусеназ Сүрменеліден басым түсті. Ал финалда өзбекстандық Навбахор Хамидоваға қарсы жекпе-жекте жеңісті жұлып алды. Міне осы әлем чемпионаты аяқталды. Әрине, қазақ елінің үлкен қолдауын сезіндім. Қазақ еліне рахмет, Қарағанды қаласына рахмет, Қарағанды басқармасына рахмет, федерацияға рахмет. Осы 1,5 ай бұрын кубок мира оған Астана қаласында полуфиналда түрік қызына есе жібергенбін. Осы жолы 1-4 финалда кездестік. Барымды салдым, жақсы настроймен шықтым. Аға бапкерлер маған қалай істейтін тактикалық жұмыс қойды, сол тактиканы орындап шықтым. Бокстан Қазақстан әйелдер құрамасы наурыз айында Сербияның Ниш қаласында өткен әлем чемпионатынан соң бірден келесі жарысқа дайындықты бастап кеткен. Бұл Ливерпульде өткен әлем біріншілігінде өз жемісін берді. Тыңғылықты жаттығудың арқасында Аида да ел қоржынына алтыннан олжа салды дейді бапкерлер. Біріншіден өзінің әлем чемпионы екенін дәлелдеу бар. Сол нәтижесін қайталау бар. Әрине оған салмақ көбірек жауапкершілік көп болды. Әр кездесуін тамаша тактиканың барын орындап, осындай керемет жетістікке жетіп отыр. Ең басты мақсатымыз ол 2028 өткен Олимпиада. Сондықтан алтын алу. Ата-анасының айтуынша Аида нағашы ата әжесінің қолында өскен. Ол кісілерде спортшылар болған. Екеуі де Қарағандыдағы Әлия Молдағұлова атындағы спорт мектебінің ең алғашқы түлектері. Кенжебек Әбікеев ақсақал еркін күреспен, ал жары Мағрипа Қыздарова баскетболмен айналысқан. Аиданы кішкене күннен спортқа баулыпты. Атасы бірге өзі спорт мектебіне апарды. Әлия Молдағұлова мектебінде Аидада сол мектепті 7-ші класста түсіп, соны 11 жылдық класты тамамдады. Осы жолы енді үлкен сапарға жол алды баламыз. Үйде отырғанда ата-анасы баласы бәйгеге қосқанда тақымын қысып отырады дейді. Сол біз үйде тақымымызды қысып, баламызға дұғамызды үйде дұға тілеп, жаңағы ақ жол тілеп үйде отырған жайымыз бар. Қызымыз әлем чемпион болып, міне сондай жайымыз бар. Әлем чемпион болып жатқан 2 дүркін әлем чемпионы. Осы әлем чемпионатында жүлде алған спортшылар алдағы ел біріншілігінен босатылады. Алайда демалыс уақытының өзінде жаттығу үзілмейді. Жауапкершілік үлкен, босаңсуға болмайды дейді Аида. Оның арманы Олимпиада чемпионы болу. Руслан Нұрланұлы, Сайлау Игіліков, Аман Хамид, Қарағанды, Хабар.